Келер айда қандай тауарлар хит болатынын алдын ала біліп отырғыңыз келе ме? 1688.com сайтының құпия бөлімдерімен жұмыс жасауды меңгергіңіз келетін болар. Егер осы сұрақтар сізді алаңдатқан болса, осы видеоның соңына дейін көріңіз, мен сізге толық жауап беретін боламын. Сәлем достар, менің есімім Айбек Өшкен, мен кәсіби интернет-маркетологпын. Бұл видеода мен сіздерге өзіміздің трендсеттер деп аталатын онлайн курсымызда не үйретеміз, соны қысқаша баяндап беретін боламын. Егер тауар сатып жүрген кісі болсаңыз, онда сіздің тағы бір маңызды сұрағыңыз ол келесі айда қандай тауарды сатамын, немесе келесі айда қандай тауарлар хит болуы мүмкін. Егер де осы сұрақтардың жауабын тапқыңыз келсе, мен сізге бұның құпиясын ашып берейін. 1688.com сайтының ішінде арнайы құпия бөлім бар. Егер де сіз сол құпия бөліммен жұмыс істеуді меңгеретін болсаңыз, алдағы айда болып отыратын жаңалықтарды алдын ала біліп отырасыз. Бұл құпия бөлімдерді меңгеру өте жеңіл. Ең бастысы сізден осыны үйренуге деген талап керек. 1688 сайтына тіркеліп, сол құпия бөлімдерге бар болған доступ алу керек. Және сол бөлімдермен жұмыс істеуді, соның анализдерімен жұмыс жасауды үйрену керек. Егер де сіз біздің курсымызға қатысатын болсаңыз, біз сізге 1688.com сайтының ішіндегі арнайы екі құпия бөлімге доступ алып береміз. Ол екі құпия бөлімде сіз келесі айда қандай тауарлар хит болуы мүмкін, соған анализ жасай аласыз. Ол құпия бөлімдерде сіз үшін өте маңызды ақпараттар орналасқан. Яғни ол жерде категория бойынша апталық, айлық, күндік тауарлар бірінші, екінші, үшінші орынға бөлініп, кәдімгідей рейтинг бойынша орналасқан. Яғни әлем бойынша ең көп сатылып жатқан, ең көп сатылымға келіп жатқан тауарлар сәйкесінше рейтинг бойынша орналасады. Бұл құпия бөлімдерге доступ алсаңыз, сіз міндетті түрде келесі айда біздің елімізде хит болуы мүмкін тауарларды біліп отыратыныңызға біз кепілдік береміз. Және біздің курсымыздың бір артықшылығы, егер де сіз курсқа қатысатын болсаңыз, тек қана алда болатын хит тауарларды біліп қоймай, соның Қазақстанға дейінгі жеткізу жол шығындарын есептеуді толығымен үйренесіз. Яғни тауардан эксперт атанасыз. Қазақстанға әкелгеннен кейін сол тауарды әрі қарай қалай сатасыз, соның тиімді жолдарын көрсететін боламыз. Оның сатудың негізгі тиімді екі жолы бар. Ол таргетинг жарнамасы және контекстік жарнама. Яғни әлеуметтік желідегі жарнамалар және іздеу жүйелеріндегі жарнамалар. Осы тиімді жарнамалардың арқасында сіз өз клиенттеріңізді интернеттен жеңіл табасыз. Қысқаша айтқан кезде біздің онлайн курсымыз сізге тауарды сатуға және оны дұрыс жарнамалауға, эксперт болуға үйретеді. Егер де біздің курсымыз сізді қызықтырған болса, осы видеоның астына біз толық ақпаратын қалдырамыз, және сіз де өз нөміріңізді қалдыра кетіңіз. Сонымен қатар, егер де біздің курсымызға бір мәрте ақы төлеп қатысатын болсаңыз, одан кейінгі келесі екі курсқа тегін қатыса алатындығыңызды есіңізге сала кетейін. Сонымен достар, біз сіздерді өзіміздің онлайн курсымызда күтеміз. Көріскенше.